сәлеметсіздер ме әріптестер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің жаңа платформамыз Bamboozle деп аталады. Ол үшін кез келген браузер жүйесіне Bamboozle деп жазып аламыз. Осы жердегі бірінші сілтемеге басамыз. Жалпы Bamboozle интерфейсі осындай. Бізде әртүрлі ағылшын тілі мұғалімдерінің әртүрлі тапсырмалары бар. Дайын бұл жерде Sign in дегенге басамыз. Бұл жерде менің бұрынғы сақталып тұрған логин паролім кіреді. Join for free деп сіздер кіре бересіздер. Emailдарыңызды және де парольдарыңызды енгізіп, парольдарыңызды қайталау арқылы username дегенге аттарыңызды жазасыздар да ары қарай join for free деп кіреміз. Менікі автомат түрде сақталып қойған, яғни sign in деп басамын. Логин паролімді жазу арқылы мен бұл платформаға кіремін. Яғни my games, яғни менің ойындарым деген жұмыс телі шығады. Бұл жерде жұмыс алаңы осындай. Тілді ауыстырып алсаңыздар болады, қалаған тілге. Бұрынғы менің сабақтарым. Бұл жердегі ерекшеліктер, яғни ойындар, папка жөнінде және өзіңе ұнайтын ойынды сақтап алуға болады. Сонымен қатар бұл жерде жаңадан ойын создать етуге болады. Жаңадан создать ету үшін плюсик таңбасын басу арқылы game деп басамыз. Title дегенге, яғни сабақтың тақырыбын жазамыз. Мысалы мен бұл жерге веб беттегі мысалы мультимедиа деп тақырыпты жазып аламын. Описанияға мысалы веб деп немесе веб-сайт деп жазып алсам да болады. Келесі тегтар, яғни тегтің жазылу ерекшелігі бар. Астындағы сөзді оқысаңыздар, үтір арқылы жазасыздар. Яғни сабағыңызда қолданылатын тегтарды жазып қоясыздар бұл жерге. Келесі бұл сайт барлығына көрсетіліп тұрады. Немесе бұл жерде тек қана қолданушылар ғана қолданылады. Немесе өзіңіз ғана қолданасыз, яғни көздерді өзіңізге байланысты басып алсаңыз болады. Файлдан сурет қойсаңыздар да болады. Яғни мына жерде қате кетіп тұр, тегтары дұрыс емес деп. Яғни тегтарды мен қайтадан жазып аламын. Яғни проблема болып тұр бұл жерде. Алдыңғы жазғандарды өшіріп, тек қана бір тегпен бір немесе тағы бір тегті жазып көрейін. Веб, анимация, тақырыпқа байланысты. Мультимедиа. Яғни сақтадым. Қарапайым болып жаздым, арасына правила арқылы. Келесі бізде осындай сұрақтардың терезесі шықты. Яғни бұл жерге сұрақ қоюға болады. Бірнеше вариантты сұрақтарды жаза алмаймын, себебі бұл тегін версия. Егер де платный версияны сатып алсаңыздар, бірнеше вариантыны біз жаза аласыздар. Сұрақтарымды Wordқа алдын ала жазып алдым. Осыларды мен көшіріп, осы жерге қоямын дұрыс жауабына. Бұл сұрақтың жауабы мысалы бізде мультимедиа. Осы мультимедиа дегенді алып келеміз де көшіріп
жаңағы дұрыс жауабына қоямыз, вставить етеміз. Яғни дұрыстап жөндеп аламыз. Келесінде біз сақтаймыз. Бұл жерде бал бересіздер. Қанша бал? Яғни сұрақ суретпен болады. Мысалы, біз мультимедиа деп жазып қоямыз. Мультимедианың суретін аламыз да сақтап, осы суретті көрнекілік үшін жаңағы сұрағымызға апарып қоямыз. Сохранить как? Яғни бұл жерде файлдың типі бізде GIF форматта болмау керек. GIF форматта қабылдамайды. Яғни бір рет шерту арқылы басамыз, сохранить пернесін басамыз. Сонда автоматты түрде бізде суретіміз сақталады. Максимум мегабайты, яғни өлшем бірлігі жазылып тұр. Міне біздің бірінші сұрағымыз дайын болды. Келесі сұрағымыз жаңағы Word-тан алып, сұрақты көшіріп, question деген жерге қоямыз. Жауабын біз бұл сұрақтың жауабы бейне файлдар. Тура жаңағы бірінші сұрақ сияқты жазып аламыз. Мысалы 15-10 балл қоямыз. Бұл сұраққа 10 балл береміз. Суретпен тағы да сурет іздеп көрейік. Google-дан бейне файлдар деп жазып аламыз. Кез келген бір суретті тақырыпқа байланысты осы бір суретті алайық. Енді файлдың үстін басу арқылы мына суретті қоямыз. Яғни save батырмасын басып отырамыз. Яғни сұрағымыз сақталып қалу үшін. Екі сұрақ дайын болды. Үшінші сұрақты да дәл солай жазып қойып отырамыз. Біз осылай бірнеше сұрағымызды жазып алдық. Енді сақтаймыз. Бізде осындай бет шығады. Яғни астында балдары тұрады, үстінде сұрақтары қарап тұрсаңыздар. Яғни интерфейс осылай болып шығады. Келесі бізде тілді ауыстырып алсаңыздар болады. Играть, яғни ойнау. Ойнауды басқан кезде классикалық түрі бар біздегі. Және америкалық түрі бар. Бірінші классикалық түрінен бастаймыз. Бұл жерде командаларға бөлуге болады. Яғни 4 командаға дейін бізде тегін бөлінеді. Егер 5-6 болса, ол платный болады. Классикалық түрін таңдаймыз. Яғни team 1 деп тұр мына жерде. Team 1 дегеніміз, яғни топ, бірінші топ және екінші топ. Яғни сұрақта ауызша қоясыз, оқушы дұрыс жауап берсе, яғни окейді басасыз. Яғни 5 балл жиналып отырады. Егер дұрыс емес болса, упс дегенді басасыз. Яғни осы арқылы осылай әртүрлі комикстар шығып отырады бұл жерде. 2 топ балл жинау арқылы сабақта жарысады. Яғни сұрақтары бұл жерде қайталанбайды. Оқушы таңдаған цифрлары өшіп отырады, автоматты түрде жоғалып кетеді бұл жерден. Мысалы, бейне файлдар. Яғни ағылшынша қояқ. Егер дұрыс жауап бермесе, упс басамыз.
яғни X крестик болып саналады, яғни топқа ұпай берілмейді. Яғни осындай ерекшеліктері бар. Енді келесі бізде қазір классикалық түрін ойнадық. Енді біз мысалы келесі бізде study, яғни изучать. Бұл жерде сұрақтар барлығы шығып тұрады. Яғни дұрыс жауабын лупамен белгілесеңіздер де болады. Бір оқушыны таңдап алып, сол оқушыға сұрақ қойсаңыздар болады. Сұрақтың барлығы шығып тұрады, яғни бекітуге жақсы әдіс. My Library-ға кіресіздер, артқа шығу үшін. Келесі бізде слайд-шоу, яғни слайд ретінде осы ойынымыз шығып отырады. Мысалы, мультимедиа сұрақтар ғана шығып отырады слайд ретінде. Слайд ретінде де ашсаңыздар болады. Келесі X, яғни закрытты басамыз. Келесі функциямыз share деп тұр. Бұл жерде бөлісу, яғни осы ссылканы көшіру арқылы оқушыларға немесе басқа әріптестеріңізге ссылкасын жіберу арқылы бөліссеңіздер болады. Яғни бұл класстың пин-коды бізге қажет емес. Қазір WhatsApp желісі арқылы, Facebook, Twitter арқылы бөліссеңіздер болады. Пин-код бізге платный вариантта жүреді, яғни класс ретінде. Қарасаңыздар, міне доллармен есептелінеді. Бізге бұны тек қана тегін версиясын 14 күнде қолдансаңыздар болады. Яғни мына жерге қоям, міне. Яғни кез келген мұғалімнің ссылкасын осылай сабақта қолдансаңыздар болады. My Library-ға кірген кезде, мысалы, өзіңнің библиотекаң, бұл жерде сенің бірнеше, мысалы, тақырыпшаларың тұрады. My Games-та сақталына береді. Егер де толып кететін болса, редактировать етесіздер. Келесі бізде Games-ға кірсеңіздер, бұл жерде көп деген пәндерге байланысты. Мысалы, әртүрлі дайын ойындар бар. Мысалы, қазақша бұл жерде жоқ, өкінішке орай. Қазақшаға іздеп көрейік, яғни тілді іздеп көрдім, көп пайдаланбаған соң қазақша ойындар жоқ. Мысалы, сайт деп жазсақ, ешқандай бізге ойындарды тауып бермейді. Егер де басқа пән, ағылшын пәндері үшін өте қолайлы. Бірнеше ойындарды готовы, яғни дайын ойындарды алып, сабағыңызға пайдалансаңыздар болады. Енді келесі, бұл жерде яғни оқушылардың пин-коды. Бұл жерде не жазылады? Бұл бізге қажеті жоқ, себебі бұл платный вариантын егер сатып алсақ, класс ретінде пин-кодты алып, сабақтағы тапсырмаларды орындасақ болады. Яғни бұл жерде класс Rooms арқылы бөлсеңіздер болады, яғни осындай бізде Bambusel'дің ерекшеліктері бар. Әртүрлі топтық жарыста, немесе сабақтың ашық сабақ кезінде қолдансаңыздар болады. Яғни бізге өте ыңғайлы бір цифрлық әдістің бір түрі. Bambusel'дің біз классикалық түрін ойнаған едік, енді біз американский футбол ойын ойнаймыз. Ол үшін Game'ға басамын, Play'ді басып, American Football дегенді басамыз. Яғни бұл өте ыңғайлы және қызықты геймификациялық ойын. Teams деген, яғни бізде топ, question дегеніміз, мысалы қанша сұрақ, соны басамыз. Мысалы топтың аттарын жазайық. Бірінші топ, мысалы бізде бірінші топ, мысалы мына жерге екінші топ, астына мен мысалы бір топтың атын жазамын, мысалы Барселона. Келесіне Реал Мадрид деп жазайын. Яғни екі топ болды.
back дегеніміз бізде артқа қайту, options деген функциялар, start дегеніміз бастау. Яғни бұл жерде екі команда сұрақтарды мына жерде шығып тұрады, сұрақтар таңдайды. Мысалы дұрыс болса окейді басамыз. Яғни бұл жерде қарап тұрсаңыздар, бір деген цифрға біз гол беруіміз керек. Егер де ұпайды алу үшін допты дәл тигізу керек. Жел қатты соғып жатыр ғой, сол үшін біз мына жерде екінші сұраққа келейік. Мысалы мультимедиаға дұрыс жауап берсе, мысалы 8-ді басайын мен. Дәл тигізу үшін 9-ды басу оқушылар айтады. Соны мысалы тимей қалды, мысалы кірмей қалды. Жауаптарын дұрыс емес деп айтсаңыздар да болады, немесе қызықтыру мақсатында қолдансаңыздар өте ыңғайлы. Яғни ұлдар өте жақсы көреді осы футбол ойынын, америкалық футбол. Оқымайтын оқушыларыңыз болса, осы ойынды қызықтыру ретінде қолдансаңыздар болады. Мысалы тағы көрейік. Мысалы екінші топ, яғни 12-ні 11-ді басайық. Дәл тигізу үшін тағы да келмей қалды. Яғни бұл жерде оқушының логикасына байланысты дәл тигізу керек болды. Яғни жел бізде солдануға қарай тиіп жатыр. Автоматты түрде бізге 3 ұпай берді. Корона келіп тұр ғой бұл жерде. Осылай оқушылар ұпайды жинай алады. Тағы да екі топта 3 балдан алды. Яғни желдің жылдамдығына байланысты біз допты дәл тигізуіміз керек. Яғни воротаға дәл кіргізуіміз керек. Тағы да бірінші топ 7 балл алды, екінші топ 3 ұпай алды деген сияқты. Осылай сабағыңызды қызықтырсаңыздар болады. Міне ұпайларын осылай да жазып алсаңыздар болады. Редактировать етіп отырсаңыздар болады. Оқушыларды осылай ары қарай ойнай бересіздер. Келесі бізде растарт дегеніміз қайтадан қайталау, ревью дегеніміз көру, қайталап жатыр. Сұрақтарымыз аз болған соң бізде қайта сұрақтар қайталанып жатыр. Бұл өзіңізге байланысты сұрақтарды осылай әртүрлі қылып қызықтыру мақсатында сабағыңызда қолдансаңыздар болады. Топтық жарыс ретінде бірінші топ жеңіске жетті. Осылай сабағымызда топтық жарыстарда осы бомбизу әдісін қолдансаңыздар болады. Егер де осы видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, басқа да әріптестеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар.